балалар неге ағылшын тілін оқығысы келмейді? Өйткені оларда фундамент жоқ. Грамматиканы олар present simple мен бастайды, белгілі сыныптарға ауыса береді, бірақ білімі сол қалпы қала береді. Қарапайым to be-ді білмеген бала, ол фундаменті жоқ бала, оған смысл жоқ дальше оқи берген. Present simple, past simple және future simple'ды олар ажырата алу керек. И бізде грамматика ағылшын тілі мен өзіміздің туған тілімізді салыстырған кезде екеуі екі түрлі. И сол екеуінің екі түрлі айырмашылықтарын балаларға, оқушыларға түсіндіріп жеткізу керек. Мысалы, ол қалай дейсіздер ме? Мысалы, to be. To be бізде қазақ тілінде, орыс тілінде мүлдем жоқ. Мысалы, мен бармын, он есть, ана есть, біз айтпаймыз. Бізде просто мен, сен деп кете береді. Сол сияқты to be-ді жалпы өзінің историясы, шығу тарихы, соның бәрін түсіндіру керек. Не себепті оны қолданылатындары. Сол сияқты irregular verbs. Irregular verbs-тің да өзінің белгілі бір тарихы бар. Ол англо-саксондардан қалған. Соны не себепті ол бөлек, жекеше, жабайы irregular verbs ретінде саналатынын балаларға түсіндіру өте маңызды.